Тұманбай Молдағалиев кім? Кім айтады екен? Ол ақын аудармашы. Қай жылы дүниеге келді? Тұманбай Молдағалиев қай жылы дүниеге келді? 1935 жылы. Дұрыс жарайсыңдар. Тұманбай Молдағалиевтің қандай өлеңдерін білеміз? Кім айтады? Тұр айта ғой. Қазақ деген халықтың баласын, баласына беретін барасын. Міне көрсе қиналып інісін, тілін алып өсетін ағасын. Қазақ деген халықтың баласын, жағасынан алмайтын данасын. Айтқанынан шықпайтын әкесін, бір сөзінде шықпайтын анасын. Тағы кім біледі кәне? Айта ғой. Халықтың баласының ағымен көзінің қарасын. Құтмақта келетін әжелерде сапын сақтап жүрген бабасынан. Қазақ деген халықтың баласын, алда талай алынар барасың, арман жолы жүйерін, бақыт жолы мүмкін емес сол жолда ардады. Қазақ деген халықтың баласын. Ой, жарайсыңдар. Гүлдер атты өлеңнің жалғасын жалғастырalım. Гүлдер шапқандар, қызыл гүлдер көккендар, тұрай берсе ырғалып, тұрай берсе нұрлан, көл тұрған ұнайды, көл тұрған ұнайды, ұқсат тәрбие балаға. Жарай. Тұманбай Молдағалиевтің халық арасына кең тараған әндері бар. Сол әндердің сөзін жазған Тұманбай Молдағалиев. Сол қандай әндерін білесіңдер? Кім айтады кәні? Кәнекей Айзере айта ғой. Керемет, тағы да балдар. Құстар әні. Өте керемет балдар. Қазақ деген халықтың баласымын деген Тұманбай Молдағалиевтің өлеңіне өз ойларында ары қарай қосып, өлең шығармай тапсырмай бергенмін. Кәні кім шығарды екен? Кім айтады? Ал айта ғой. Қазақ деген халықтың баласымын, қазақ болып туылғаныма қуанамын, қазақ болған өсіп қуанам, қазақ болғаныма қуанам. Қазақстан өлке бай, өлке болғанына қуанамын. Ой, жарайсың, тағы айта ғой. Қазақ деген халықтың баласымын, текті ұл, намысты ұрпағымын, кең пейілді дархан үлгісіндей қазақ болған үшін. Ал балалар, бүгінгі Тұманбай Молдағалиев туралы бүгін таныстық. Тұманбай Молдағалиевтің біз бұрыннан жаттап жүрген өлеңдері бар тұғын, иә? Сол өлеңдер, өзіміздің жатқа білетін өлеңдерін айттық. Тұманбай Молдағалиевтің кім екенін білдік. Жақсы іс-шара өтті. Сендерге ұнады ма бүгінгі іс-шара? Сонымен бала ақын аудармашы Тұманбай Молдағалиевтің тағы да өлеңдерін жаттауға үйге бересіңдер. Жақсы ма кітапханадан жақсы тағы да кітаптар алайық балалар, иә? Өлең жолдарын жаттап